Кәсіпкерлік субъектісінің санаты туралы анықтаманы алу үшін egov.kz порталының басты бетінде бизнеске қойындысына өтіп, лицензиялау және аккредиттеу бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай, қызметтер арасында кәсіпкерлік субъектілерінің санаттар туралы ақпарат беру қызметін таңдап, онлайн сұрау қойындысын басыңыз. Содан кейін автоматты түрде электрондық лицензиялау порталы ашылады. Сізге осы порталда заңды тұлға ретінде тіркелген болу қажет. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы кіру батырмасын басып, өзіңізге ыңғайлы авторизация әдісін таңдаңыз. Біз заңды тұлғаның ІЦқ кілтін пайдалана отырып, egov.kz порталы арқылы кіреміз. Кіргеннен кейін қызмет көрсету бөлімін таңдап, кәсіпкерлік субъектілерінің санаттар туралы ақпарат беру қызметін таңдаңыз. Содан кейін қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде лицензиярды таңдап, барлық қажетті ақпаратты толтыруға кірісіңіз. Толтырғаннан кейін әрі қарай батырмасын басыңыз. Бұл жерде бизнес сәйкестендіру нөмірін немесе жеке сәйкестендіру нөмірін, содан кейін кәсіп атауын немесе толық аты жөніңізді енгізіңіз. Өзіңіздің ұйымыңызды тауып, сақтау және әрі қарай батырмасын басыңыз. Келесі қадам өтінішке қол қою. Сертификатты таңдау қойындысын басу арқылы өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойыңыз. Қол қойылғаннан кейін жоғарғы сол жақ бұрыштағы анықтаманы жүктеу батырмасын басыңыз. Сіздің кәсіпкерлік субъектісінің санаты туралы анықтамаңыз сіздің құрылғыңызға жүктеледі.